Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпарат беру. Оқудың мақсаттары: байланыс арналары, ақпарат көздері және қабылдағыштарының мысалын келтіру. Жаңа тақырыпты бастамастан бұрын алдыңғы өтілген тақырыпты есімізге түсірейік. Сіздердің алдарыңызда 6 сезім мүшесі бейнеленген, яғни біз ақпаратты қабылдайтын сезім мүшелері. Сіздерге қазір сөйлемдер оқимын. Ол сөйлемде ақпарат қай сезім мүшесімен алынған, соны сәйкестендіреміз. Бірінші, 7 түрлі дәмнен дайындалған наурыз көженің дәмі керемет. Яғни біз ақпаратты қандай сезім мүшесімен қабылдап тұрмыз? Дұрыс айтасыздар, дәм сезу. Біз сыныптастарымызбен театрда қойылым көрдік. Біз ақпаратты қай сезім мүшесімен қабылдадық? Дұрыс айтасыздар, қабылдау. Театрдың қойылымында жақсы ән тыңдадық. Қандай сезім мүшесі ақпарат қабылдауда қатысып тұр? Дұрыс айтасыздар, дыбыс. Жаңбырдан кейінгі ауаның иісі аңқып тұр. Қай сезім мүшесі қабылданған? Дұрыс айтасыздар, иіс сезу. Саябақта қар мен аққала жасап қолымыз қатты тоңды. Яғни қай сезім мүшесі арқылы қабылдап тұрмыз? Сипап, сезу. Жақсы, жарайсыздар. Осы айтылған сезім мүшелері арқылы ақпаратты қабылдау, ол ақпараттың биологиялық арналарына жатады. Екінші ақпарат арнасы ол техникалық. Яғни бұл жерде телевизор, ұялы телефон сияқты сандық құрылғылар арқылы алынатын ақпарат арналары жатады. Ақпарат беруші, ақпарат арнасы, ақпарат қабылдаушы. Яғни ақпарат беруші дегеніміз ақпаратты ұсынатын, көрсететін нысан, немесе адамды айтуға болады. Ақпарат қабылдаушы дегеніміз ақпаратты қабылдайтын нысан. Ал осы екі ортада ақпарат жүретін орта, ақпарат жеткізілетін қоршаған орта ақпарат арнасы деп аталынады. Келесі суреттерге назар аударайық. Бірінші суретте ата мен немере арасында ақпарат екі жақты болып табылады. Яғни ақпаратты ата да және немере де қабылдап жеткізе алады. Екінші суретте ақпарат тек бір жақты болып табылады. Бұл жерде техникалық ақпарат арнасы қолданылады. Ақпарат түрлері: дыбыстық, яғни әртүрлі әндер, музыкалар, дыбыстар, ол ақпараттың дыбыс түріне жатады. Екінші түрі мәтіндік, әріптер, сөйлемдер, сөздермен келген ақпарат, ол ақпараттың мәтін түріне жатады. Үшіншісі видео, яғни видео түрінде бейнероликтер, әртүрлі мультфильмдер, әртүрлі бейнероликтер, бұл ақпараттың видео түріне жатады. Үшіншісі бұл графика, диаграмма, суреттер. Бұның барлығы ақпараттың графикалық түріне жатады. Егер де ақпарат сандық түрінде берілсе, онда бұл ақпараттың сандық түріне жатады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Төменде берілген сөздердің қайсы ақпарат түрлері болып табылады? Дұрыс, мәтін, дыбыс, видео, графика, сан. Сонымен оқушылар, ақпараттың 5 түрі бар. Жақсы, келесі. Қоршаған ортадағы заттар және құбылыстар туралы мәлімет ақпарат екені бізге белгілі. Ақпараттың 6 қасиеті бар. Біріншісі қол жетімділік қасиеті. Яғни ақпараттың қол жетімді болуы, пайдалана алуы. Екіншісі өзектілік. Мәселен, информатика сабағы кеше 2-де болды десек, бұл ақпарат
ұсынған адамға өзекті емес, өйткені кешегі күн өтіп кетті. Егер ақпарат былай жеткізілсе, информатика ертең 2-де болады деп айтатын болса, онда ақпарат әрі өзекті. Өйткені ертеңгі күн және сағат 2 әлі болған жоқ. Яғни ақпарат біз үшін әлі өзекті болып табылады. Келесі объективтілік. Математикада және әртүрлі ғылымдардағы теориялар, ережелер, формулалар, бұның барлығы ол объективті ақпаратқа жатады. Яғни ешкімнің пікіріне қатыссыз ақпарат ол объективті ақпарат болып табылады. Анықтылық. Ақпараттың түсінікті болуы. Мәселен, хат біз білетін тілде жазылса, онда бұл ақпарат біз үшін анық. Ал егерде ақпарат біз білмейтін тілде жазылса, мысалы Қытай тілінде жазылатын болса, бұл ақпарат бізге анықтылық күшін жояды, қасиетін. Өйткені біз Қытай тілін білмегендіктен, ол берілген ақпарат бізге әлі түсініксіз, яғни анық емес. Келесі құндылық. Қандай да бір мәселені шешуде керек болатын ақпарат, мысалы қандай да бір есепті шешуде бізге формулалар керек болатын болса, бұл ақпараттың құндылық түріне жатады. Және толықтылық. Егер ақпарат оқушыға былай жеткізілсе, информатика сабағы ертең қашықтықтан Zoom платформасы арқылы сағат 2-де болады десек, ақпарат толық жетіп тұр. Яғни ақпарат бұл жерде толықтылық қасиетіне ие. Егер де ақпарат оқушыға былай жеткізілсе, информатика сабағы ертең болады. Бірақ ақпарат толық емес. Бізге тек бір берілсе, информатика сабағы ертең болады. Ақпарат толық болу үшін нақты күнін, уақытын өту формасы айтылатын болса, бұл жерде онда бұл ақпарат толықтылық қасиетіне ие болады. Тапсырма. Оқулықта 16-ші бетте дәптерге орындайық тапсырмасы. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.